Бәріңе сәлем, менің жаңа видеома қош келдіңіздер. Бұл жаңа видеоның аты брекет жайлы. Мен осы видеоны баяғыдан бері түсіргім келіп жүр. Бірақ оказывается брекетті шешкеннен кейін конец емес екен. Тағы хотя бы сіздер брекет жайлы бәрін біліп жүріңіздер. Сондықтан да осы видеоны до конца қараңыздар. Мен не екенін білмеймін. Сондықтан да деген сөз уже привычка айналып кетті, айта беретін. Басынан бастасақ, мен брекет таққанымды ондай көп ешкім білмейді, даже подписчиктарым да білмейтін сияқты, себебі мен деген сөйлегенде ернімді қатты ашып сөйлемеймін, сондықтан ешкім біле бермейді. Даже класстағы 100%-ын, 50%-ы білетін бар мен брекет таққанымды. Неге мен брекет тақтым? Себебі менің тісімде, жоғарғы тісімде 2 клик болды, маған ол вообще ұнаған жоқ. Неге именно қазір тақтым, неге жас кезінде тақтым дегенде, менде осындай миф болды, білмем қайдан алғанымды. Өскен кезде, мысалы 18-ге 20 толған кезде брекет таққанда, мен ойладым, ол тісті түземейді, тек қана кішкентай кезде тағу керек деп. Мен мамаларымның, ата-анамның басын жейдім, брекет тағам деп, солай 11 жастарымда. Потом мен деген әртүрлі стоматологқа барып жүрдім, маған ұнаған жоқ, себебі маған айтты, сен брекет тағардың алдында пластинка сонда біраз тағасын деді. Мен оны тағып олай жүргім келген жоқ, мен сразу брекет таққым келді. Солай жүріп мен вообще ұмытып кеттім бұл жайлы. Одан кейін осыдан 1 жыл бұрын 14 жасымда менің мамам бір стоматолог тауып алды. Соған бардық. Маған айтты, брекет тағуға болады, осындай күні кел, саған брекет тағамыз деді. Мен шок болдым, потом ойладым, тақсам ба екен, тақпасам ба екен, потом мен қалай жүрем, қалай сөйлейм деп солай қорықтым. Менің достарым маған күле ма дегенде қалып, но жоқ, ешкім күлген жоқ, бәрі түсінді. Мен оған күлетіндім да жоқ, бірақ болады, кейбір неадекватный адамдар болады. Енді осылай болды, осындай себептерде мен брекет тақтым. Бүгінгі видеода сіздер деген брекетті таққан ауыра ма, ауырмай ма, соны білесіздер. Брекеттен кейін тағы не бар, соны білесіздер. Қандай тамақтар жеуге болады, қандай тамақтар жеуге болмайды. Және де соңғысы брекеттің құны. Брекет таққан ауыра ма, ауырмай ма, сол жайлы болады. Ең айта кететін жағдай, сіздер деген брекетті тағып сондай таққыларыңыз келсе, сізде сол брекетті тағатын жерде максимум 3 жыл тұруыңыз керек. То есть сіздің өзіңіздің тұрақты жеріңізде, тұратын жеріңізде тағуыңыз керек. Мысалға, мен Орал қаласында тұрам, мен бірақ Атырауға барып брекетті таға алмаймын, себебі сізде деген әр апта сайын немесе 2 апта, 1 ай сайын стоматологқа барып тексеріліп тұрасыздар. Бұл обязательно. Брекет тағып жүріп 1-2 айға немесе 1 жылға басқа қалаға кетуге болмайды. Себебі жаңа айтып кеткендей брекетті тексертіп тұру керек. Енді негізінде брекетті таққан ауыртпайды, наоборот, неприятно. Ойлап көріңіз, сіз деген тісіңіз, аузыңызды ашасыз, біреу келіп сіздің тісіңіз шұқып атады. Неприятно. Жақтарыңыз талып қалады, себебі сіздер деген тісіңізді 30 минут сондай ашып тұруыңыз керек. Бірақ, білмеймін, кейбір стоматологтар андай тіске осындай доңғақ біресе кигізіп қояды, но кейбіреулер кигізбейді. Өзіңіз ашып тұрсаңыз қиын болады, ал доңғалаққа уже бүткіл тісіңіз сода тұрады. Брекетті тағып болғаннан кейін 2 сағаттан кейін тістеріңіз ауырып бастайды. Ол 1-2 күн солай ауырады, менде өзімде ауырды. Маған ең бірінші үстіңгі тісіме тақты, сондықтан да ауыру кішкене жай болды. Как будто бүткіл тісіңіз түсіп қалайын деп тұрған сияқты, былай сондай босап тұрғандай сияқты ауырады. Шыдауға болады, және де ауырған сезілтпейтін дәрілер ішесіздер, бірақ ондай көп іше беруге болмайды, себебі сіздің нерв жүйесін вообще сезілтпейтін алып тастай ма, сондай біресе. Конечно, ауырады, но шыдауға болады. Одан кейін мен әр апта сайын немесе 2 апта сайын тексеріліп жүрдім. Онда да стоматолог өзінің жұмысын жасады. То есть
мысалға мына тісімнен мына ішке дейін апарып резинкалар салып немесе сым салып әртүрлі өздері жұмыстар жасады. Мен оның ешқайсысын білмеймін. Бірақ та олардың кейбіреулері ауырады, кейбіреулері ауырмайды. Стоматологтың өзі айтады, ауырады, 2 сағаттан кейін ауырып бастайды, немесе дәрі іш дегенде қылып өзі айтады. Сондықтан да бұның бәрі уже стоматологқа байланысты. Мен деген брекет салмастан бұрын тоже осындай көптеген видеолар қарадым. Сонда басқа блогерлар кәдімгідей жыладым, брекет салғаннан кейін қатты ауырды дегенде қылып айтып атты. Білмеймін, ол стоматологқа байланысты ма, или өзіңіздің тісіңізге байланысты ма, или білмеймін неге байланысты екен. Менде ондай қатты ауырған жоқ. Ауырды, но кәдімгі жылауға дейін баратын сезім вообще болған жоқ. Сондықтан да бәрі нормально. Итог, брекет салған ауырмайды. Просто неприятное чувство болады, и жақтарыңыз просто талып қалады, и все. Одан кейін апта сайын тексеріп жүресіздер, стоматолог өзінің жұмысын жасайды. Және де тағы да бастысы, ол деген брекеттің шеттерінде осындай шығып тұратын темірлер болады. Солар сіздеріңіздің еттеріңізді былай қырып, жырып кетулері мүмкін. Ондай нәрселерде тоже болады. Бірақ менде осы брекетті 1 жыл тақтым, и максимум ондай тек 5 рет болды менде. И сол кезде сіздерге стоматолог или аптекадан барып сіздер резинка сатып аласыздар, чтобы и тақып қоясыздар жырмау үшін. Олар обычно брекет таққаннан кейін бастарында болады, бірінші айларында солай ауыруы мүмкін. Одан кейін уже үйреніп кетесіздер. Брекетқа үйрену, ол максимум 5 күннен кейін сіздер үйреніп кетесіздер. 1 жыл өтті, и брекетті шешкенде мен ойладым, что брекетті шешіп жатқан кезде тоже мен тісімді жұлып тастаймын деп, потому что андай осындай паспопс па, сондай сияқты біресе бар, и сонымен брекетті шешеді, и мен ойладым, что все, конец, пока. Брекетті шешкен кішкене ауырады, кішкене жылауға дейін барасың. И мен ойладым, что тісім все, пока брекетті құрсалдым, қазір тіссіз қаламын мен деп ойладым, бірақ та нет, тісім бәрі орнында. Енді келесі, брекетті шешкеннен кейін не болады? Брекеттен кейін сіздерге ретейнер салады. Бұл міндетті түрде, жоқ салмаймен кетіп қалуға болмайды. Себебі сіздер брекетті құр салған болып шығасыздар. Ретейнер деген не? Ол деген брекетті салып болғаннан кейінгі тісті сол қалпында ұстап қалатын нәрсе. Түсініңіздер ме? То есть, мен брекетті шештім, кетіп қала алмаймын. Себебі брекетті шешіп, дым салмай кетіп қалсам, ретейнерді салмай кетіп қалсам, менің тісім деген бұрынғы қалпына, баяғы сол қисық қалпына келеді. Сондықтан да брекетті құр салған болып шешемін. Сол себепті ретейнер 1 жыл тағамыз, ол деген осындай қалыпта сақтап тұрады. Ол деген сым, сосын осындай пластинка, маған айтты, всегда осындай, типа осы коробкада сақтап жүр деді, осындай банкада сақтап жүр деді, өзі берді. Стоматологтың өзі берді. Сымды салғанда да вообще дым сезілмейді, кәдімгідей брекетті шешу барысында ол сым өзі салынады. Оған сіздер 1-2 сағатта үйреніп кетесіздер. Мынау менің, білмеймін сіздерге приятно или неприятно, но менің үстіңгі тісім. Менде брекетті шешіп болды, одан кейін пластилин сияқты затты мен тісіме алып жабыстырды, и менің тісімнің копиясын алды да, и осындай тіс жасап шықты, и одан осындай пластинка жасады. Асты үсті бар, и оны всегда осындай банкада сақтап жүру керек, чтобы сынып қалмау үшін. Но менде екеуден екен білмеймін. Вот менің осындай. Мына астыңғы тістікі. Осындай міне. Осындай астыңғы тістікі. Және де осыны тақып маған айтты, аптасына 2 рет тағасын деді. Түнде ұйықтайтын кезде тағу керек тек қана. Таңертең жуасын. Обратно қайттан осыған салып қоясын. Болған салмай сақтауға болмай, себебі жылдам сынып қалады. Деп кәдімгідей солай айтты. Вот түнде ретейнер осы пластинканы таққан кезде ол ауырады. Маған өзіме қатты ауырды.
брекет таккан кезде тамактарды бөлесиздер, жеуге болатын тамактар, жеуге болбойтун тамактар деп. Жеуге болатын тамактар ол жұмсақ тамақтар, то есть пюре, сондай жүзім, сондай жұмсақ тамақтар. Ал жеуге болмайтын тамақтардан, естественно, қатты тамақтар. Мысалға алатын болсақ, біз алманы алып тістейміз ғой. Вот ондай тамақтарды жеуге болмайды. Мысалы, сәбіз, сондайларды. Сосын мен вообще бір жыл бойы бургер жеген жоқпын, потому что онда солай тістеу керек болады. Сосын орехтар әртүрлі, құрт жақсы көретіндер құрт. Сосын кейбір менің достарым бар, которые тас жақсы көретін. Мысалы, сізде жақсы көрсеңіз, сондай қатты тамақтарды мүлдем жеуге болмайды, себебі сіздің брекетіңіз сынып қалады. Сосын менде қазір айттым, сым ретейнер бар, ода да қатты тамақ жеуге болмайды, себебі ретейнердің сымы сынып қалса, оны қайттан тур жасау керек болады. Сондықтан да осындай қатты тамақтар жеуге болмайды. Бірақ зато сіздер арықтайсыздар. Прям арықтайсыздар. Мен брекетті салған кезде менің салмағым примерно 50-ге жақын болды. Қазір кәдімгідей арықтап кеттім деп айта алмаймын, бірақ өзі брекетті шештім, и менің салмағым қазір 44-45. 5 килограмм бір жылда аз, но все равно нормально. Просто менің брекет салып атқандағы түрім көрсеңіздер, мен кәдімгідей пухлый сондай болдым. Қазір кішкене арықтадым, и мен тамағым алып кетті. Ең басты нәрсе ол тамақ жеп болғаннан кейін, каждый прием пищадан кейін сіздер деген әрбір брекетті осындай щеткамен жуып тұрасыздар. Это обязательно. Потому что стоматологқа барғанда сіздердің брекеттарыңызда тамақта жабысып тұрады, и стоматологқа да, и сізге де это неприятно болады. Сондықтан да маған айтты, каждый прием пищадан кейін тісіңді жуып тұрасың деді. Болғаннан кейін сіздерге біреуін стоматологтың өзі беру керек. Одан кейін уже бітіп қалып жатса, уже все, уже конец болып жатса, сіздер деген новыйын аласыздар. Аптекаларда сату керек 5 штуктан или 1 штуктан. Вот. Және де ретейнерларды, пластинкаларды да жуып тұрасыздар. Тісіңізге салып болғаннан кейін оны кәдімгідей тіс щеткасымен бөлек арнап жуа беруге болады. Вот. Осы тамақтардан сол қатты орех, сондай заттарды, шоколад, сникерс сияқты шоколад заттарды солай тістеп жеуге болмайды. Әр жерде брекеттің құны әртүрлі болып келеді. Сондықтан да мен тек қана өзімдікін айтамын. Брекет 110 мың болды, то есть асты-үсті 110 мың теңге. Бір жылдың ішінде тексеріліп жүргенде менде примерно максимум 3-4 рет ақша алды. Ол мысалға 2 мың, 3 мың, 4 мың теңге. Примерно сондай. Ал каждый приемға ақша алған жоқ, оның бәрі 110 мыңның ішіне кірді. Сосын ретейнерға бөлек ақша брекет алып тастады, болды. Брекеттің өзіне примерно 120 мың кетті дейік. Одан кейін ретейнер. Ретейнердің өзіне емес, сам процестің өзіне ретейнердің салудың менен 40 мың алды. Сондағы общий мен деген брекетті 160 мыңға, 165 мыңға салып шықтым. Бірақ та сіздің қалаңызда да дәл сондай болады деп айта алмаймын. Сіз баратын стоматологияда сондай болады деп айта алмаймын. Менің ол өзімнің барған жерімде, менің барған жерімде ол частный клиника болды. Ол частный жаңағы стоматологтың өзінің стоматологиясы болған сияқты менің түсінуім бойынша. Оны біздің бір танысымыз айтты, типа осындай бар, соған барында шеш дегенде ақылап. Менде өзімде осының бәріне 160 мың, примерно 160-165 мың теңге. Ал кейбіреулерінде қымбат, кейбіреулерінде может арзан, білмеймін. Болды, мен брекет жайлы бәрін айтып болдым. Сіздерге осы видео ұнаса лайк басып, және де комментария алдағы уақытта қандай видео түсіремін соны жаза кетіңіздер. Сосын және де менің инстаграм аккаунтыма жазылуды ұмытпаңыздар. Статистика бойынша менің көрермендерімнің 60% каналға жазылмаған, сондықтан да каналға жазылуыңызды сұраймын.
себебі маған ол өте маңызды. Пока.